Жақында ғана бір қорқынышты оқиғаны естіп, өз-өзіме біразға дейін келе алмай жүрдім. Бұл біздің елден тыс Корея елінде болған оқиға еді. Соңына дейін қарауға кеңес берем. Бір әйелдің Хэн Сион атты 5 жасар қызы болыпты. Сол қызының қызық бір сұрағы болған екен. Мамасына: «Мама, мен әдемімін ба?» деп сұрақ қоя береді екен. Мамасы қанша жалықса да «Я» дейді екен. Бір күні мамасы мен қызы жағалауға серуендеуге барыпты. Көпірге келгенде қызы мамасына: «Мама, мен әдемімін ба?» деп айта беріпті. Мамасы қатты ашуланып жынданып, қызын көпірден бірақ итеріп жіберген көрінеді. Содан не керек, қызы суға батып кетіпті. Мамасы ол сәттің қалай болғанын білмей есеңгіреп қалыпты. Көз алдында болған оқиғаның қылмыс екенін түсініп, түрмеге отырғысы келмей, қызының аяғы тайып суға батып кетті. Ол жер терең еді, құтқара алмай қалдым деп айтуды ұйғарыпты. Арада 1,5 жылдан кейін мамасының аяғы ауырлап, қыз баланы дүниеге әкеліпті. Жаңа туған нәрестенің атын Хэн Сион деп дүниеден өткен қызының құрметіне қойыпты. Арада уақыт салып, Хэн Сион өсіп келе жатады. Бірде кішкентай Хэн Сион айнаға қарап отырған мамасы байқапты. Сол кезде қызы: «Мама, мен әдемімін ба?» депті. Мамасы: «Я, қызым, сен әдемісің» депті. Хэн Сион мамасына қарап: «Егерде мен әдемі болсам, сен неге мені суға итеріп жібердің сол кезде?» деп айтқанда, денесіне біреу мұздай су құйып жібергендей, марқұм қызы тас төбесінен төніп қарап тұрғандай күй кешіп, есінен ауысуға шақ қалыпты. Мұны естіп, өзім қорқып кеттім. Ал қымбатты көрермен, сізге бұл оқиға ұнады ма? Сізге қандай әсер бере алды? Сіздің басыңыздан осыған ұқсас оқиға өтсе, пікір қалдырыңыз. Көпшілік өзіне керегін алып ой түйе жүрсін.